Бүгінгі сабағымыз өте маңызды. Әр қандай кезде бір бизнес бастаймыз, осындай сетевойға келген кезде немесе өзімізде, немесе біздің таныстарымызда мына қарсы сұрақтар болады көп. Қарсы сұрақтар деген сол мына сомнение дейді ғой. Бұл шын ба, өтірік па, бұл қашанға дейін барады, тағы басқа деген. Сосын біздің біз бұл жерде адамдарға ақпарат береміз, адам шақырамыз. Сол адамдарымыз сондай сұрақтар беруі мүмкін. Бүгінгі темамыз сол сұрақтарға жауап болады. Ол үшін енді запись жасала ма екен, Кәмилә ханым? Запись жасалады. Өте керемет. Сабаққа келе алмағандар сол запистен көріп алса болады. Мен қысқаша Кәмилә ханым мені таныстырғандай, атым Қонысбай. 20 жылдан артық сол сетевой маркетинг, студенчий компания, тек қана бір компанияда болғанмын. Негізгі өзім мамандығым инженер, бірақ өзім мамандығымда көп жұмыс жасамадым. 3,5 жыл ғана. Себебі мен сол бірінші жалақымды алған күні сол кезде түсінгенмін, бұл жерде көп жұмыс жасамайтын деді. Себебі студент болдым, студентке ақша жетпейді, сол студентке жетпейтін ақшаның, енді біз ер адам ғой, біз есептеп жүреміз, студентке жетпейтін ақшаның 70%-ын енді алдым жалақы болып. Содан мен өзіме айттым, өмір біреу, дұрыс па? Бәрімізді өмірге келгеннен кейін жақсы өмір сүруді қалаймыз, сол бай болуды қалаймыз. Мен де білмеймін, сондай болған шығар. Сосын мен сол бірінші жалақыны алған күні мен ол жерде жұмыс жасамайтынымды білдім. Сол 26 жасында сондай мүмкіндік пайда болды. Бизнеспен айналыстым. Дәстүрлі бизнесте жақсы көп ақшалар таптым, машиналар, үйлер, басқа дегендей. Бірақ мына бизнес дүниесінде банкрот деген жағдай болады. Сондай банкрот жағдайға ұшыраған уақытымда болды, үлкен қарыздар болды. Соның бәрін қарыздан құтылғаннан соң, коммерция дейді ғой, сондай коммерциямен айналысып жүргенмін, саудамен. Сол кездегі табысым, 5 айдағы табысыма, мысалға Алматыдан бір комнаталы квартира алуға жететін ақша еді. Енді көп адам үшін үлкен ақша, бірақ мен үшін, мен одан да үлкен 10 есе сондай ақшалар тапқанмын айына, сосын маған ол көп болып көрінбейтін еді. Содан жасымды 40-тарға келгенде ойлайтын, енді ол себебі сол заманның өзінде қымбат заман болып жатыр еді. Қымбатшылық жылдан жылға қымбаттап жатыр. Қазір енді тез қарқынмен қымбаттап жатыр. Қазір кризис енді тоқтамастан болып жатыр. Сондай кезде әрбір адам, мен ойлаймын, өзінің болашағын ойлап жүру керек. Болашақты ойламаған адамда, ата-бабада да әңгіме бар ғой, ертең күнін ойламаған ер адамда, 3 күндігін ойламаған ер адамда, 1 күндігін ойламаған әйел адамда деп. Мен қазір толық есімде жоқ, сол сондай неде айтылады ғой, сол үшін соны ойлағанда, енді бәрімізді қазір биыл Алла қаласа 60-қа шығам бар жоқ. Соны ойлайтын мен ертең 60-қа шыққанда мына күш-қуат болмайды, ондай денсаулық болмайды. Себебі дәстүрлі бизнесте қандай неде болса да адам көп энергия жұмсаймыз біз. Денсаулық керек, күш-қуат керек. Соны ойлайтын кезде, сол кезде мен осы сетевой маркетинг жайлы естігенде бірінші мен өнімдерімен таныстым. Менде денсаулығымда өте ауыр жағдай болып қалды. Сол 2 ай жұмысқа жарамай қалдым. Сол кезде маған танымайтын адам, тіпті танымайтын адам, енді бір Алла себепші болады, сол бір себепші жүрімін бар шығар, осы биодобавка өнімін. Ол кезде мен биодобавканың не екенін, сетевой маркетингінің не екенін тіпті хабар жоқ. Ол кезде замандары не жоқ, интернет жоқ қой, қазір интернеттен бәрін білуге болады. Содан мен өнімдерін пайдаландым, жақсы аяққа тіктелдім, тұрдым. Сосын жаңағы осы жерде үлкен ақшаға жетіскен адамдардың тарихын естідім. Мені ешкім шақырған жоқ сетевой маркетингке, ешкім маған презентация, маркетинг план түсіндірген жоқ. Мен тек қана сол бір адамдардың бұнда үлкен табысқа жеткен тарихын естідім. Соны естіп қызықтым, себебі мен алдыңғы бизнесте көп ақша тапқан адаммын, бизнеспен айналысқан. Соның ойымда сол ақшаға жету, мен сондаймен жолын таба алмай жүрген едім. Соны осында келдім да, үйде менде ол кезде біз кәдімгі тұтынушы дейді ғой, клиент есебінде тіркеліп қойғанбыз, үйде каталогтар бар. Сол каталогтарында маркетинг план есептедім. Себебі бәріміз білеміз, сетевой маркетингте өте сапалы өнімдер, керемет көмек беретін. Особенно мына биодобавкалар. Ол косметика болсын, эксклюзивный товарлар болады да, бұл жерде ең жоғары сапалы товарлар болады. Сосын оның да сауда болғаннан кейін, бұл саудада сіз сондай жоғары сапалы, сондай адамдарға қажетті
товармен айналысатын болсаңыз, сосын сіздің бизнесіңіз жүрсе, сосын маркетингін есептедім, сосын жаңағы проценттерін есептеп, бұл жерде үлкен ақшаның бар екенін білдім. Менде тек қана бір сұрау болды: менің қолымнан келе ме? Көптеген адамда болады сол сұрау: менің қолымнан келе ме? Содан ол сұрауларыма жауап ала алмадым. Сол кезде мен Өзбекстан, Қарақалпақстан, Нүкіс деген қалада тұрдым. Содан соған жауап іздеп осы Алматы қаласына келдім. Сол адамдарды қарайын, мен көрейін. Может бір нейді, біз ойлаймыз ғой, бір үлкен табысқа жеткен адамдарды көрген кезде бір айрықша оның қабілеті бар шығар, бір қандай да бір қасиеті бар шығар деп ойлаймыз, мысалға. Сондай ой менде де болды. Егер ондай бір айрықша болса, мен өзім енді бір орташа сондай немін деп ойлаймын. Сондай деп, сосын средний статистический дейді ғой, ондай бір айрықша таланттарым бар деп ойламаймын ол кезде. Бірақ негізі әрбір адамда болады екен ол. Сол келіп, солар адамдарды қараған кезде көптеген адамдарды көрдім сол жерде. Үлкен табысқа жетіп жатқан, орта, үлкен, кіші жас, сосын менде сондай ой пайда болды: менің де қолымнан келеді деп. Сонымен бұл бизнеспен айналысып бастадық. Енді бұл бизнеске, сетевой маркетингке көптеген адамдар, бұрын бизнес жасамаған адамдар келеді. Бизнес жасап көрмеген, жалақыға жұмыс істеген, тағы басқа дегендей. Енді мен бизнес жасап көргеннен кейін, сол бизнесте адамда мына сабырлық керек. Еш уақытта бір жыл, 1-2 жылдың ішінде нөлден келген адамға ол жүрісіп кетпейді. Біз қандай мамандықты үйренеміз, 3 жыл, 5 жыл оқимыз, қандай да бір кәсіп үйренетін болса, оған да белгілі бір уақыт ажыратамыз. Соны түсінгеннен кейін мен бірінші, екінші, үшінші жыл ондай көп артық жұмысым жақсы жүріскен жоқ. Жүрісті, подпискалар болады, товарооборот бар, бірақ жұмыс жасайтын адам жоқ. Содан біз оқу системасы келді. Сол оқу системасына қатысып, сол шетелдерден келіп оқытты. Мен мына Тинчи компаниясына сол алғысым шексіз, күнде сол алғыс айтамын. Сол Тинчи компаниясының арқасында осы денсаулығымыз, семьямызбен, шаңырағымызбен мықты болдық. Сол денсаулықтарымыз жақсы. Біріншіден, екіншіден көп білім алдық бұл жерде. Ол оқыту жүйесі деген болды. Сол шетелдерден келіп оқытып, бізге табыс системасы деген. Сол системаны мен жұмыс жасап, біз кейін 3 жылдың ішінде, сол бірінші 3 жыл ондай болған жоқ, екінші 3 жыл сол ішінде біз мына не дейді, система дейді, сол системаны жолға қойдық. Соның нәтижесінде біз бармыз ба, біз жоқпыз ба, жаңағы товарооборот ай сайын, себебі сетевойда бәріміз білеміз, товарооборот бір көтеріледі, бір түседі, бір көтеріледі, бір түседі. Ана система жолға қойған кезде товарооборот әрқашан өсіп тұрады, тек қана жоғарыға болған. Сондай системаны жолға қойдық. Сосын мені сондай болдың көріп отырады ғой, спонсорлар бәрі осы жақтағылар, соны системщик деп айтатын еді. Содан Липгудпен танысқаным, сол 20 жылдай сол жерде перерыв болды. Өзбекстанда бір тоқтап қалды, саяси жағдайлар болды. 2019-да қайтадан басталды. Тағы сол системамен жұмыс жасадық. Жаман емес, жақсы болады. Бірақ бір товарооборот бір қалыпте қалды. Баяғы сізге жетіскен жоқпыз. Жаңағы ай сайын өсіп тұратынға. Негізі сол бағытта жұмыс жасадық. Солай жүргенде осы бір ақпарат келді. Біреу осындай нені ұсынды. Мен оларға мораль оқып жібердім: бұндай нәрсеге араласпаң, бір қолайсыз нәрсе. Сол келген адам маған Липгудты айтқан екен. Енді өзінде айып жағына түсіндіре алмаған шығар маған. Сосын екінші адам хабарласты, ол да осындай ақша салсаң болды, ақша келіп тұра береді, табыса. Сабаққа кіріс, қатыс, Zoom ссылкаларын жіберді. Мен жарайды, ол көңілі қалмасын деп, бірақ енді ол ссылкаға кіре алмаймын, себебі менің атым көрінеді. Білесіздер ғой, сетевойда ол басқа неге кіруге болмайды, сразу тек қағып тастайды. Негізде маған дұрыс түсінікті болған жоқ. Қалай болса, ақша салсаң ақша келіп тұра береді деген. Сосын үшінші адам хабарласты. Үшінші адам хабарласқан кезде мен өзім звондадым. Енді сол Тинчи компаниясында менің партнерларым, мен неше жылдан, көп жылдан танимын, оларды құрметтеймін, серьезный сондай жігіттер. Серік Айтбалаев сол хабарласқан. Оны өте көпшілігіңіз танисыңдар, қазір менің тәлімгерім. Мен өзім звондап шықтым: мынау не нәрсе, сен қандай бір қолайсыз сатқа кіріп кетпедіңдер ма? Жоқ деді. Сосын сол сөйлесіп, содан менде қызығушылық пайда болды. Сіз үйреніп көрің деді. Соның Серіктің айтқан сөзі: Онеке деді, мен сіздің принциптеріңізді білем деді. Сол деді, мынау жақсы нәрсе, просто өзіңіз үйреніп қараңыз. Содан мен өзім үйрендім. Оны бір айдан артық изучат еттім, күні түні изучат еттім. Бір жағынан мынау
жақсы ұнап жатса, көресіңдер ғой интернетте қарсы нелер де көп. Ең бұрын көп еді, қазір шамалы көп емес, бірақ қазір сол кездерде августтерде өте көп қарсы ютубта неде шығады. Сондай бір американский бір сайтқа да кірдім, Америкада обсуждение жасап жатыр. Жақсы, мына Google не береді, жаңағы перевод жасап береді. Сол жерде почти бәрі қарсы пікірді айтып жатыр. Бұлар осындай. Енді болады ғой ол. Неде сетевой маркетингте көп адам қабылдамайды, біз соны білуіміз керек та. Мен соны білемін. Бірақ соның арасында обсуждение арасында даже американский сайтта біреулер мен продукциясын алдым, өте керемет деп жаңағы маған көмектесті десе, мен сразу қуанып қоятын. Сосын үйрендім, көп видеоларды қазір міне қарап шығамыз. Мысалға осындай қарсы сұрақтарды береді. Қандай? Бірінші көрген адамға бұл именно особенно сетевойда жұмыс жасаған адамға бұл пирамида болып көрінеді, финансы пирамида. Дұрыс па? Сол менде де сондай ой болды. Мына бұл финансы пирамида. Себебі бізге үйреткен ғой жаңағы мына товар обороттан ақша төленеді сетевой маркетингте. Барлық сабақта үйретеді. Признаки жаңағы пирамида. Пирамида, егер саған ақшадан ақша төленсе, ол пирамида. Ақшаңа товар бермесе, ол пирамида. Деген. Сол менде сол сұрақ өте не болды. Себебі мен жасымыз қай жаста болсақ та, бірақ қолайсыз біздің немізде менің статусым бар. Мен 2-3 мемлекетте таниды, мысалға, сол лидерлік составқа кірем. Сол мен жасымызда 60-ға келді. Сондай кезде бір қолайсыз нәрсеге араласу, тем более жаңағы сонша біздің табысымыз бар, ол жерге келіп тұрған, өзіміздің орнымыз, абыройымыз бар. Оны тастап қалай кетесің адам? Менде вообще ол теншеден кетем деген тіпті ондай ойда болмаған басында. Екеуін параллельно, себебі бұл маркетплейс деген не болды. Содан мен именно сол пирамида жағын үйрендім. Сол мына российский лидерлерге рахмет, солардың видеоларын көріп, содан қалай тексеру, соның бәрін көрсетеді. Содан мен кіріп, себебі мен бұрын интернетте тек қана осы обучение өтеміз, сөйлесеміз. Екіншіден, интернетті біз тек мына не дейді, как YouTube кино көреміз, соған пайдаланғанмын. Осы кезге дейін бір интернеттен товар заказ жасап көрмеген. Мен даже мына карта дегеннен де көп пайдаланбайтын едім, наличкамен. Бұрынғының үйренгенбіз де соғанда. Сол, бірақ осыған келген кезде мен соны үйреніп бастадым. Қазір мен неде көрсетем, сол Америкада финансы пирамида туралы оқыдым. Бірінші бұның несін тексердім жаңағы нелерін. Регистрациядан өткен құжаттар бар ғой, соларды тексеріп көрдім. Сайтқа қазір бірге кіреміз, демонстрация экран жасайым. Енді бұл жаңағы қарсы сұрақтарға жауап бірінші кезекте сол именно бізге жаңағы кезімізден келген адам, шақырған адамымызға жауап беру үшін керек. Бірақ оның алдында ең алдымен әрбір адамның өзіне керек. Себебі біздің өзімізде 100% сенім болу керек бұл нәрсеге. Өзіміз істеп жатқан жұмысымызға 100% сенім болмаса, бұл жұмыс жүрісі қиын ондай кезде. Бірінші сен өзіңді сендір дейді. Өзіңді сендіргеннен кейін сенің сенімің беріледі басқа адамға. Сол үшін мына қазір біздер қанелатын сайттарды мен осы группаға қоям, барлықтарын кейін кіріп, өздерің қарап тексеріп шыққандар болады. Сонда қазір демонстрация экран жасайын. Біріншіден, так, экран. Так, бұның несін тексеріп көреміз, регистрациясын. Так, шығайын. Так. Міне бизнес for home деген сайт бар екен. Бизнес for home деген домашний бизнес деген. Мен сол Тинчиде сетевой маркетингте 20 жылдан артық жұмыс жасағанмен мен осы сайттың бар екенін де білмейді екенмін. Енді оны мүмкін біздің спонсорларымыз да білмейтін шығар. Мүмкін оны специально бізге айтпауы да мүмкін. Себебі мен жұмыс жасап жатқан компания 211 орында тұрған екен. Сол мына моментальный бизнес for home кірсеңіз, моментальный рейтинг. Осы моментальный рейтингте мына жерде не бар, язык бар, қойып алсаңыз болады. Мысалы, орыс тілі қажет болса, орысшаға қойып алдық. Мына жерде бұл бизнес for home деген сайт туралы қысқаша айтып кетейін. Бұл сайт дүние жүзінде, Голландияда жасалған сайт. Ол сайт туралы отдельный статья бар. Интернеттен кіріп оқысаңдар болады. Бұлар сондай информация, данный бәрін түгел жинап,
сол домашний бизнес, сол бір қандай да бір көрсеткішке жауап беретін болса, тек сондай ғана компаниялар қояды. Бұл дүниеге международный уровеньде да қазір дүние жүзінде сетевой маркетинг, енді ол санын ешкім білмейді, 10 мыңнан 30 мыңға дейін компания бар екен. Қазақстанның өзінде мен өзім білетін бір 10 шақты компанияны білем. Қазақстан азаматтар ашып отыр. Жақында менің бір танысым осындай компания ашты. Ол компаниялар локальный дейді, мынандай. Сол бір-екі мемлекетте бар. Ол мына сайтқа кіре алмайды. Ондай деңгейге көтерілген емес, международный емес. Сол, мыналарды мына жерде 800-ден артық компания. Сол 800-ден артық компанияның ішінде, сол мен августте регистрация болған болсам, Livegood 12-ші орында тұрып еді. Ал енді мына жерде қарасақ, Livegood 4-ші орында. Livegood'тың үстінен бассаңыз, осы жерде бәрін көрсетеді. Қашан пайда болған, сосын рейтинг 4-ші орында. Сосын ең қызықты жері бар мына жерде. Так, бизнес-класс деген бар, көрдіңіз ба? Бизнес-класс. 2А+. Осы бизнес-класс дегеннің үстінен бассаңыз, бұл бизнес-класс түсіндіреді. Не зат ол бизнес-класс? Тек қана 5% компания 3А+ иелік етеді екен. 30% 2А+, 35% 1А+, 30% Б. Сосын мына жерде оқимыз мінекей. 3А+ деген не ол? Ол 1000 очко алады екен рейтинг бойынша. Чистый выгода. Жоғары дәреже сенім. Бұл жерде сіз табыс табатыңызға деген жоғары дәрежеде сенім. 2А+, енді мен ойлаймын, уақыттың өтуімен біздің Livegood сол 3А+-ты алады. Себебі жаңа бұл пайда болғанына 2 жыл болған жоғары. 1 жылдан артты. Соның өзінде 500 рейтинг жоғары сенім бар дейді. Таза пайда, выгода, таза пайда, умеренный. Ақша бар, бірақ енді ақшаның саны бойынша умеренный деген бір орташа деп қойды болған. Высокая уверенность в том, что чистая выгода будет бұл сондай. 1А+, бұл жерде не дейді дағы? Умеренный дейді. Сен табысың невелика деп қойыпты. Выгода для, жоғары емес дейді, ақша табатын. Действительно, мен кейінен біз біліп жатырмыз, енді Тенчи компаниясының нелер керемет, продукциялар 190 мемлекетте, бренд деп айтылады. Біріккен ұйымдар, ұлттар ұйымының несіне денсаулық центрі бар. Соған жеткізіп беретін бірден бір компания, өзінің производствосы бар. Ең жоқ, бірақ маркетинг бойынша мынандай дейкен да. Значит, 250 очко. Б-класс дегендер бар. Б-класс. Так, нулевой импульс дейді. Бұл жерде дейді, сіз низкий, очень низкий качество дейді, информация. Түсініңіз ба? Мен осы нелерді қарадым. Енді бұл өте жаңағыдай не серьезный дейді, аргумент. Фактта бұл факттан біз не қылмаймыз жаңағы. Алып тастай алмаймыз да, ол фактты. Бұл бар. Livegood демек бизнес for home сайтында жоғары дәрежеде болса, демек бұл финансы пирамида болу мүмкін емес бұл. Еш уақытта финансы пирамида бұл очень серьезный не да. Енді ол да бұл адамдар енді қабылдамау, сосын жерде самый прибыльный мына нелерін көрсетеді, міне жаңағы классысын көрсетіп қойыпты компанияның, оқып барасаңдар болады. Сосын міне генеральный директор Бенглинский, страницалар, веб-сайт, Facebook'тағы, YouTube, Instagram жоқ, мінекей, Twitter'де жоқ. Себебі енді бастайды бұлар рекламаны, международныйды. Әлі международный реклама берген. Сосын мына жерде жаңалықтар, загрузить блокчейн бассаңыз, осы жерде Livegood'қа тиісті, енді көп нелер, бірақ өз ішінен Livegood'қа тиісті жаңалықтар. Бұл үлкен изданияда журнал деп айтсаңыз болады. Осыған сол жаңа статьялар шығып тұрады. Қайсы компания, қайсы дәрежеде өзіңіз кіріп, мына жерде любой компанияны мысалы тез жазсаңыз болады. Поискты басып жазсаңыз өзіңіз қызықтыратын. Мен тексеріп көрдім, қазір енді уақыт ажыратып отырмаймыз оған. Кірің осыны обязательно тексеріп көрің. Көп деген компанияның графигін көрсеңіз, мына поискіге басасыз, сосын Гербалайф керек, любой қалеген компанияңыз кіріп. Соны басып көрсеңіз, мынандай жерде график болады. Мына жерде график Livegood'тан не ғой? Мысалы Livegood'ты бастық. Бір тегісті болған, себебі бұл жақында басталған, 1 жыл. Мына басқа компанияны басып көрсеңдер, міне график көрініп тұрды. Бұның график бұл импульс жоғары деңгейде дамып жатыр.
көрдіңіз бе, себебі бұл жоғарыда тұр ғой бұл компаниялар. Міне ең бірінші неде тұрғандарда графигін көрдіңіз бе, 2017 жылы бастаған, 2022-де міне 320 миллион товар оборот бір жылдың ішінде. Товар оборотына дейін бәрі. Бірақ төменге қарап түсіп қарасаңыз, төменде уже мына график төмен кетіп жатқан болады. График мына 40-тан 50-ден төменге не себеп бұны білуге болады. Осы жерден жаңа қарасақ, ең мына компаниялардың жоғары дәрежеде дамитын мен оның да анализдер жасап таптым. Себебі жаңадан ашылған компанияға барлық сетевиктер келеді, лидерлер келеді да, сол ең төбесінде бар ғой, ол арамызда да бар шығар. Мен бір компания жасадым, бірақ сол мен таным көп сондай. Жаңадан компания келсе барат басында тұрып алады. Тек осылардың арқасында бұлар дамып жатыр. Бұрын ескі компаниялар, Oriflame, Faberlic бар ма, Merike, бәрін қарасаңыз, жаңағы Гербалайф, 30-40 жыл, 50 жыл, МВ 70-80 жылдық компаниялардың бәрі товар оборот тастап жатыр уже. Соны қарауға болады. Не бұл бизнес форумдан. Соны көрдік. Сосын тағы бір не бар, бұның несін үйрендім. Міне бизнес форумда мен самый надежный компания, мен мына ссылканы тастап қояды. 23 жылдың итогі бойынша ең сенімді компанияларды таңдаған. 23 жыл бітті ғой сол кезде. Міне солардың ішінде қарасаңыз, мына жерде міне бірінші орында мына компания тұр. Bovalife, міне Livegood екінші орында, ең сенімді компания деген ішінде. Бұны адам, біз сенбе ода емес әңгіме. Бұл халықаралық дүниежүзілік неде сайтқа бұны қойыпты. Сол үшін бұл факт деп айтсақ та болады. Ең кейінгісі самый денежный маркетинг 2024 жылғы ең ақшалы маркетинг план. Бұл ссылкаға кірсек, мына жерде тоже бірінші орындағы компания міне. Vida. Екінші орында Livegood. Мен ойлаймын, бұл қазір Livegood'тың екінші орында тұрғаны, ана жерде неде тұрғаны, себебі бұл жаңа компанияда, бұл Livegood жайлы қазір әлі бұл толық жұмысын, бенгінесін дасаңыз, біз жұмыс әлі бастаған жоқпыз дейді. Жұмысты енді бастаймыз деп жатқан деді. Сол уақыттың өтуімен анық 100% айтуға болады. Livegood бірінші орынға шығады. Надежный компания бойынша, және не бойынша да. Самый денежный маркетинг бойынша да. Енді содан бұның мына Флорида департаментінде неден регистрациядан өткен штат, Флорида штатында, Юпитер қаласында. Міне Флорида департамент of State деп терсеңіз, Google'дан, сол мынандай сайтқа кіреміз. Мен ол сайтқа да кіріп тексеріп көрдім. Мен Флорида департамент. Бәрін қарап отырмаймыз, бізге мына корпорация деген керек. Бұл да егер Google'да, егер қаласаңыз, жаңағы переводчик бар неке. Google переводчик, выбрать язык, мен таңдамай қойын, қазір уақыт кетеді. Біз сол орысша қойып алып, міне Сераш деген поиск. Сераш рекорд запись, поиск записей дейді. Тізімнен өткендердің записін. Мына жерде не бойынша таңдау керек? Корпорацияларды неке. Аты бойынша, офисінің адресі бойынша, кімнің атында, соның бәрі бойынша, zip код дейді, код бойынша. Біз мына аты бойынша іздейміз, name басамыз. Осындай поисковой не шығады. Неде entry name. Мына жерге Livegood деп жазамыз. Менде дайын тұрыпты, Livegood, поиск, Сераш. Басамыз, осындай Livegood аты бар, осындай бәрі шығады осы жерге. Бұладан келетін. Бізге Livegood суплемент керек. Livegood суплементті басамыз. Livegood'тың регистрациядан өткен, тізімден өткен осындай құжаты. Патент деп айтамыз ба, бізде қандай дейміз? Ол регистрационный осы несі құжаты. Міне Флорида жазып қойыпты, Livegood суплемент. Мына жерде қарасаңыз, номер документі. Документтің номері, барлық данныйлар. Енді мына жерде қарасаңыз, міне регистрация болған дата 04-16-2021. Қазір білесіздер ме, осы 16 апрельде Америкада үлкен конференция болайын деп жатыр. Қазір онлайн билеттерді де бар, сатылып жатқан $50. Марат Тайкешев осыны кетті. Не себеп? Себебі олар 2021 жылы 16 апрельде регистрациядан өткенде как туылған күні деп айтылады. Ол халықаралық базарға, рынокқа енді декабрьде 22 жылы шықты, бірақ ана датада 21 жылы регистрация тізімнен өткен. Сол үшін
осыған яғни байланысты сондай мероприятие болады деп жатыр. Міне мына жақтарына қарасаңыз барлық данныйлар бар. Адрес, штат Юпитер, мінекей Бен Глинский Беньямин. Сосын мына жерде так Райан Гудкиннің фамилиясы бар. Вице-президент деп жазып қойыпты негізі, ол перевод жасағанда. Сосын мына жерде PDF форматта отчеттары алып скачать етіп және қарап шығуға болады. Көрдіңіз бе, ол жақта бәрі прозрачный, ашық. Енді ол неде Америкада мысалға заң өте қатты да, мен сол жерінен не болдым, бұның пирамида емес екеніне да, себебі Америкада сондай заң қатты, ол сіздің миллионыңыз, миллиардыңыз бар ма, миллиардер Эпштейн деген миллиардер болды, өзінің островы атауы бар, сол қамалды, түрмеде өлді. Мысалы мен сол неден хабарым бар да, оқып тұрам да. Сосын жаңағы көп мемлекетте ондай тарихта болған жоқ, бірақ бірнеше мемлекеттерде президент соттағандар болды. Солардың ішінде мына Америкада 2 президент сотқа тартты. Ол жерде сіз президентсіз ба, басқасыз ба қарап отырмайды. Заң өте қатты, заңды бұздыңыз ба, сізді аяп отырмайды ол жерде. Заңның алдына бәрі бірдей тегіс жауап береді. Енді қазір осы жерден так шығамыз. Сосын мен мынандай статья тауып алдым. Сізге тастап қою мүмкін. От 110 до 150 лет тюремного заключения организатором финансовых пирамид в США. Америкада, қазір ашып оқып отырмай қойық, мен сізге осы ортаға тастаймын, біз алып оқып көрсең. Мен осы статьяны таптым интернеттен. Себебі дегенде, Америкада заң, сол жеке меншік бар ғой, жеке мүлік дейді, соны мына қорғауға бағытталғанда. Сіз біреудің жаңағы не дейді, учаскесіне, үйіне, соның рұқсатсыз кіре алмайсыз. Рұқсатсыз кірсеңіз, сізді атып тастаса да, ол жаңағы самозащита болып есептеледі. Түсіндіңіз ба? Кинолардан неде көріп жатасыз ғой, даже полиция келгенде де ол сол сұрап не алып кіру керек. Сол үшін ол жерде сіз біреудің қалтасына, бір адам біреудің қалтасына сол қол салса, оны аяп отырмайды. Міне, финансы пирамида үшін 110-нан 150 жылға дейін сондай сотталады. Енді рисковать етіп отырмайды ғой, какой-то біздің жаңағы $50 айына $10 алу үшін жаңағы сол жаңағы не дейді, семейный адамдар, 4 адам рисковать етіп осыны жасамайды негізі. Сол үшін сол жағынан сенімді деп айтатын алсаңыз болады. Сосын енді біздердің маркетинг, мына не деп айтылады, бұл интернет, бұл бизнесті көрген кезде көп адам біз бұрын сетевой, физически үйренгенбіз да, ол сетевой компания сол мысалы келеді Қазақстан болса, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан представительство, крутой офис болады, ішінде кожаный диван, вообще супер-муперский. Оның бәрі продукттың үстінде тұрады екен ғой, біз енді кейіннен ойламаймыз сол заманда да. Сол болу керек, ол жерде директор отырады, бухгалтерия, администрация, склад, сондай жаңағы товар келіп тұрады, растаможка, бізге сертификаттарын көрсетеді, міне халал, міне GMP тағы басқа. Өте дейді, себебі ол физически алып келген зат бәрі сондай сертификаттан өтіп келу керек. Сосын біздің жұмыс жасаған кезде бізге договор жасаймыз администрациямен, сосын акт выполнения работ болады, енді әр жерде әртүрлі, сіздің жаңағы негізге картаңызға салып береді. Содан налог ИП ашып налог төлеп отырады. Сетевой қазір бәрі жерде солай жұмыс жасайды. Біз соған үйренгенбіз. Мынаған келген кезде тағы бір сабақ өтейін деп жатсыз ба? Мына кім ол? Наргиза дей ма, Назира дей ма, микрокамераны да қосып қойыпсыз. Естіп тұрсыз ба? Алло. Нағипа. Ендігіде расписание қоярсыздар, сабақ өтетін болса. Сабақ өтейін деп жатсыз ба? Нағипа, опять мені қостыңыз да, микрофоныңызда. Сағындикова. Камераңызды өшіріп жіберіңіз, Сағындикова. Өтініш беремін. Сағындикова, камераңызды... Микрофонды өшіріңіз. Нағипа, микрофонды өшіріңіз. Камераны. Камераны өшіріңіз, камераны. Нағипа. Өтіріс па, Нағипаны көріп жатсыз ба? Көріп отырмыз ғой Нағипа Сағындикованы. Көріп отырмыз, не көрмейді екен.
Oldu mu endi өшті ма Нағипа? Өшті. Aha. Так, енді көрдік қой, сосын мына біздің бизнес, мына Livgoodқа келген кезде Livgood бізге қалай, бұл физически жоқ, бұл интернетте. Сосын көп адамдар былай сұрайды ғой, бұл мен бір-екі жаңағы Өзбекстанда, Ташкент жерде таныстарыма соны сөйлестім ғой, сөйлесем, айтады, бұл бізге официально келсін дейді. Официально келгеннен кейін мен ол жерде жұмыс жасаймын. Енді ол официально келу деген сол біздің миымызда жаңағы не қылған. Мысалға, қалай ойлайсыз, бізде Алиэкспресстен товар алып жатқандар бар ма? Pinduoduo, Озон, Валберс, бәрі шетелдің нелер ғой жаңағы. Амазоннан да алып жатқандар бар. Шетелдің ол сайттар ғой, шетелдің интернет магазиндері. Олар бізге официально келді ме, келмеді ме, қалай? Официально келіп, сонда жаңағы Алибаба, Алиэкспресс, или жаңағы Амазон келіп, мына жерде бір магазин ашу керек емес қой, жаңағы сетевой сияқты. Ол интернет болғаны, интернетте. Каспий қайда магазин? Кеше бір Ақтауда біреумен сөйлесек, сол келсін Ақтауға деп. Сонда не Каспийдің магазині қайда мысалға? Каспийдің магазинін бәріміз алып көрдік, ол неде тұр ғой жаңағы, интернетте бәрі. Сол сияқты да бұл, соны түсінуіміз керек. Бұл Livgood бұл сетевой компания емес, сетевой элементі бар. Livgood сайт бұл, интернет магазин, маркетплейс. Livgoodта тіркелмей товар алуға болады. Розничный ценамен, любой адам кіріп розничный ценамен ала алады. Бір. Екіншіден, жаңағы спонсор таңдап біреудің ізіне тіркелместен өзі Livgood.com-ға кіріп, жаңағы мүшелік несін төлеп, годовой болсын, месячный болсын, өзі оформление жасап, соны товарын ала беруіне болады қызметінен. Партнер болмайды, бұл солай жасалған, және бұның партнерский программасы да бар да, просто солай. Солай деп түсінуіміз керек та, бұл интернет магазин, Amazon сияқты, Каспий сияқты, басқа көп қой, Сату.кз, тағы бірдеңе жаңағы сайттар көп Қазақстанда өзінің сайттары бар, маркетплейс дейді интернет магазиндер. Сол сияқты соны түсінуіміз керек та біз. Бұл интернет магазин, болды, все. Бұл тек телефонда тұрады мысалға. Facebook или жаңағы WhatsApp, Telegram, оның бір офистарын қарамайды ғой, ешкім жоқ қой, ол тек телефонда бар, бірақ бұл жоқ деген сөз емес, бірақ ол бар, біз одан қолданамыз, пайдаланамыз, олар қарайған, мыңдаған, миллиондаған ақшалар тауып жатыр осы. Ол Telegram'ың болсын, WhatsApp, басқа болсын, бәрі. Facebook'тар, Instagram'дардың иелері үлкен ақшалар тауып жатыр. Именно осы тек қана интернетте бар. Енді біздің бизнес не деп айтылады? Партнерский маркетинг. Аффилированный маркетинг деп айтылады. Партнерский. Мен мына статьяны ортаға қоям. Осы статьяны оқып қарасаңдар, сол жерде аффилированный маркетинг бізде жазады ғой, мысалы, аффилированный лицо, аффилант деп, ана Бенглинский наудар қазанда шығып сөйлеген кезде сол сөзді қолданады. Соны біз өзіміз білуіміз керек. Не де біреу сұрақ қалады бізіне кейін. Аффилант деген не? Аффилированный деген не? Аффилированный деген не? Сол аффилированный маркетинг, мына статьяда оқысаңыз, сол жерде айтады, жаңағы аффилированный маркетинг, сайт көп, түрлі сайт көп, товарлар сатылып жатыр, услугілер, тағы басқа. Егер сіз өзіңіздің социал желіде бір Instagram или өзіңіз сайтыңыз арқылы, сіз арқылы сол мынаның товарын сатуға сіз көмек берсеңіз, сізге оларда не береді, вознаграждение, ақша төлейді. Және солай да ақша тауып жатқандар көп. Осындай жолмен, аффилированный, оған қалай төлейді? Ақшаны интернеттен келеді. Ол жаңағы сіздің картаңызға, неге жаңағы сетевойдағыдай, бір жалақы алғандағыдай физически сіздің картаңызға салып бермейді. Қазақстанда бар ма, жоқ па мына блогер, ютубтан ақша тауып жатқандар? Мен ойлаймын, бар шығар деп, не? Неге дегенде, Россияда Настя Разинская сол айына 200 мыңнан 500 мың долларға дейін ақша табады. 10 жасар қыз интернеттен. Сол үшін ол бар, ол қай мемлекетте болсам, YouTube просмотрға ақша төлейді. Олар просмотрды қарап отырады, ол сұрап та отырмайды, басқа да болмайды. Жаңа Настя Разинская неге қосқан кезде ата-анасы, олар ойламаған ешқандай договор шарт жоқ, просто YouTube-тың несі солай, өзінің тәртібі солай да. И соны дейді, олар өздері тауып алады, сіз өзге данные бәрін жазып қоясыз, регистрацияңыз кезде. И бір күні жаңағы келген 20 мың рубль түскен. Сол жайлы нені оқың статьяны. Ешқандай несіз 20 мың рубль түскен. Мына жерде сізге кабинет ашып беріп қойыпты ол жерде. Бұл YouTube емес. Кабинет, өзің логин, пароліңіз бар, кабинеттен қалай ақша шығарудың бәрін үйретеді. Сол үшін біздің бизнес бұл аффилированный маркетинг деп айтылады. Ана статьяны оқып көрсеңіз болады. Одан кейінгіне көп адам сұрайды, мысалға жаңа регистрация жайлы да, маған да болды біреу жаңағы несінен
ну жаңағы қызы юрист, соған звондаған, короче, ол енді юристтің де әр түрі бар ғой, мысалға, не юрист бұларда бөлінеді, мысалы уголовный дело не бойынша, жаңағы гражданский бойынша, сосын экономический спор бойынша, ол бір юрист барлық затты білуі мүмкін емес. Ол узкий специальность болады юристтерді көбіне. Содан сұрап еді жаңағыдай, қалай ол регистрациядан өту керек, регистрациядан өтпесе ол заңсыз болды. Сонымен ана бітіп қалды. Мен келімде мына нені тауып алдым, жаңағы цифровая торговля и цифровой налог в Казахстане. Осы статьяны ортаға қоямын, алаң оқың, осы жерде жазып қойыпты. Әрқандай маркетплейс Қазақстан несінде территориясында Қазақстан халқына қызмет көрсететін бір товар сататын болса, ол міндетті түрде регистрациядан өту керек. Регистрациядан өту письменный олардың өздерінің реквизитін басқа. НДС налог төлейді. Егер сол налог төлейді, сол міндетті түрде комитет госдоходов Қазақстанда. Сол 2020 жылдың 1 январынан бастап деп осы жерде сол заңның несі бар. Сол туралы обсуждение болғанда түсінік берген осы статьяда. Сосын ар жағы егер қызықты болса, жаңағы егопка деді, білмеймін, неден тауып алып, прямо заңның өзі тауып оқысаңыз ғой. Бұдан өзі достаточно осы жерде бәрін түсіндіріп қойыпты. Келген, онда егер ол сосын қалай блокировка қойылады, қандай жағдайда блокировка қойылады деп терсеңіз, ол да шығатын еді. Интернетте бар да, Қазақстан, ол кибербезопасность деген бар. Әр мемлекет өзінің азаматтарын өзінің қорғау керек. Себебі интернетте қазір түрлі жаңағы жаман идеялар болады ғой, халықты бұзатын, сол жаңағы жастарды бұзатын, басқа деген сондай материал деген өте көп. Оны қорғап білмесе ол мемлекет қалай болады? Сол үшін мемлекет оған көп деген қаржылар ажыратады, специалисттер бар. Жаңағы Қазақстанда Министерство информатики и развития деген. Ол бір. Екіншіден әр ведомство, МВД, КМБ, жаңағы Министерство обороны, налогы, әр не өзінің саласы бойынша сол жерде специалист отырады, мониторинг жасап отырады. Мониторинг жасағанда таңертең кешкен ол жерде мен енді примерно білемін, фильтрлер қойылады, сол бір нарушение бірдеңе табылса, болды, алады да олар тексереді, содан сосын блокқа қояды. Қанша сайттарды, көп деген сайттарды блокқа қояды. Судебный порядкеде қою керек. Міне судебный порядкеде де блокқа қойып тастап жатқан. Енді қараң, қазір Қазақстан барлық мемлекеттің халқы сол Валберс, Озон деген Валберс деген адым жерде жаңағы неде пункт раздачи ашып қойыпты. Пункт раздачи. Амазоннан неден жаңағы Пиндодо дейді, тағы басқа китайский арзан сайттар, содан қарайған халық товар алып отыр да. Бізде қазір 1 жылдан асты, сіздің картаңыздан, мысалы, халық болсын, Каспий болсын, сізге сообщение келе ме, Ливгудқа кетті, алды $10 патенттенген. Енді жаңағы бесплатный заказ жасаймыз, $90, Ливгудқа келіп тұр. Ол банкіден данныйды алып отырады сол. Ол алмастан бетер, оның бәрі налоговыйда көрініп тұрады. Не дай бог олар жаңағы налогын төлемесе, оларға блокқа қойып ұстау деген ештеңе емес. Мысалға, Өзбекстанда TikTok жоқ. TikTokқа кіре алмайсыз. Через VPN кіруге болады, ал TikTok жоқ. Блокқа қойылған. Сондай. Сосын мына жерде сол налог туралы да бар, цифровой налог қой. Бұл жерде бұны халықтан налог на Google деп айтылады. Налог на Google. Сол қандай жағдайда налог төлейді, налог төлемегенде қандай не болады, соның бәрін көрсетілген. Ол Өзбекстанда да бар. Мен Өзбекстан ол жақтың заңдарын, интернет бар ғой, қолымызда интернет, ол жақтарда үйреніп қарадым. Ол жақта да осы ұқсайды Қазақстандікіндей. Тіпті сол жерде Google қанша төлеген, Яндекс төлейді, жаңағы бар ғой, жаңағы түрлі сайттардың, бәрі сайттардың кім қанша миллиард ақша төледі, бәрін көрсетіп қойды. Сол үшін мен регистрациядан өтті деген, бұның бәрі заңмен регулировка жасалған. Түсінесіз ба? Егер ол регистрациядан өтпегенде давно ол блокқа қойылады. Тем более бұл жерде жазып қойыпты, қандай жағдайда қылмыстық іс-әрекет болған кезде, сол жаңағы қандай да бір заңды бұзған кезде, мысалы қандай ол, егер финанс пирамида болғанда ол қылмыстық әрекет болады, ол үкіметтің басында отырған адамдар да, олар специалист, олар бір ақымақ емес, өте сауатты, өте білімді, бізден неше есе, сол үшін олар сол жерде отырыпты. Біз үстіртін білеміз бұл нәрселерді, олар бұл бойынша специалист. Сол үшін ешқандай бизнес толығымен анық сенім айтуға болады, егер бұл қандай да бір дұрыс емес нәрсе болғанда, давно жоқ. Интернет-магазин, просто соны түсінуіміз керек.
өзінің жаңағы маркетинги несі бар, составляющий бар, партнерский программасы бар. Болған все. Сосын енді ақшаны алуға келетін болсақ, ақшаны алатын кезде кабинетіңіз бар, ашып отырмайын, өзіңіз кабинетіңіз кіріңді, жаңағы мой кошелекта нені қарайсыз, жаңағы способ оплаты деген бар, ең бірінші тұрады. Способ оплатыды басқан кезде сол жерде сізге бірнеше вариант ұсынайды. Сіз қандай жолмен алғыңыз келеді ақшаны. Банковский перевод, телеграфный перевод, там карта, жаңағы кредитный карта деп қояды. Енді кредит карта деген сол ыңғайлы варианты. Карта мен бір чатта көріп қалдым, Марат видеосы бар, сол обзор жасаған. Сол картаны заказ жасап жатыр. Өзіңіз данныйларын кіргізесіз, там басқа паспортыңыздың прикрепляйте етесіз, несін PDF формат, сосын справка жаңағы о место жительстве. Болды, жібердіңіз, сізге Америкадан кетеді карта. Мастеркард. Аны сол картаға салып береді. Мастеркард дүниежүзінде 220 мемлекетте жұмыс жасайды. Виза 200 мемлекетте жұмыс жасайды. Негізі Мастеркард, виза, мен ол жайлы интернеттен нелерін неғып көрдім, жаңағы статьяларда нешінші жыл пайда болған, ол қандай не дейді, мына платежный система ол, банковский система сияқты ақша төлейтін система, ол қанша мыңдаған, неше мыңдаған жаңағы үлкен корпорация, үлкен компаниялармен жұмыс жасайды, сонымен договор жасайды. Ливгуд соларды таңдаған кезде оларда осылармен договор жасаған. Міне мен сенің платежный системаңнан пайдаланам, қолданам деген сияқты да бұл. Енді олар виза, мастеркард, Discovery деп қойыпты, одан бір-екі карта. Олар мына кіммен партнер болады ғой, соларға қызмет көрсететін адам тексереді оларда. Недай бұл, мысалы, ол егер жан-жағына қарамай, любой жағы организацияға ол мен пайдаланам, менің системамды десе, ол білесе, ол кезде дүниеде хаос болып кетеді. Дүниеде оларды да үстінен контроль жасап отыратындар бар. Мысалы, терроризмді, финансирование жасауын, басқа. Сол үшін мына неге кірген кезде, именно жаңағы мастеркартыңда, визаңда бұл Ливгудты тексеріп, сонымен договор жасап болды, сен менің картамнан пайдалансаң болады. Себебі олардың картасы бұл. Біздің Каспий шығарады визадында, бірақ Каспийдің да сол визаның немен договоры бар. Сол үшін сондай жағында есепке алу керек, сондай картаға келеді. Сол сіз 220 мемлекетте любой банкоматтан шешіп ала бересіз. Енді бізде қазір тек санаулы адамдар үлкен ақшаларға жетіп жатыр дейді, нормально енді. Ол үлкен ақша деп, мысалға 5.000, 10.000 ар жағы ғой. Ал оның бер жағында ақша жетпей жатыр. Қазір мысалы 1-2 мың доллар шығады, сіз оны внутренний не бар, жаңағы неге төленеді, продукцияға, регистрацияға, тағы басқа, соған да жетпей жатыр. Сосын сөз жазып қойыпты. Кредитный кошелек Ливгуд вы можете использовать как банковский счет. Вы можете оплачивать продукцию, вы можете оплачивать ежемесячное членство, вы можете переводить кредит. Как банковский счет сияқты да, сіз аласты анаған кредит өткізуге, мынаған бара бересіз. Өте керемет. Екінші варианты бар, жаңағы BitPay кошелек, ол криптовалютамен. Криптовалюта жайлы да статья көп, интернеттен қашан пайда болған, ютубта нелер бар, тарихы қалай пайда болды. Сосын тағы бір не бар, қазір криптовалютаның электронный ақша, оны барлық мемлекет оны тән алды болды. Признают да уже, ол заңды нәрсе болып келді. Мысалға, бірақ Қазақстанда қазір криптовалютаға товар сатып алуға болмайды. Өзбекстандарда, Америкаларда болады. Тесла, Илон Маск ең бірінші сол мен биткоинға сатам деді, жаңағы Тесла автомобильдерді. Одан кейін ол менің несі көтеріліп кетті бағасы. Бұл Америкаларда, пожалуйста, ол жақтарда криптовалютаға кәдімгідей товарды сатып ала аласыз. Бізде енді болып жатыр ол. Бізде Қазақстанда криптовалюта ол как имущество, мүлік дейді ғой, сосын оған налог на имущество төленеді. Сол криптовалютамен, енді ол отдельный тема, біз оның бәрін оқып үйренуіміз керек. Біз міне осы қазір 21-ші ғасыр, 21-ші ғасырда технология тез, жаңалықтар өзгеріп жатыр. 21-ші ғасырға біз сол заманмен сай, заманмен қадам басымыз келсе, сол заманда жасағымыз келсе, біз осылардың бәрін үйренуіміз керек. Үйренбесек, біз 21-ші ғасырға сәйкес болмаймыз. Бұл 21-ші ғасырдың мүмкіндіктері бізге беріп жатқаннан пайдалана алмаймыз. Сол үшін міне мен осы неге келіп көп үйрендім. Бірінші жаңа қараған кезде
товар заказ етіледі ғой, яғни брокстан де сол Назира ханым бар, мына деп көрсетсеңіз, ой мен сондай не, мен өмір бұны үйрене алмайтын шығармын деп. Сосын бір екі қарап көрдім, бір екі не ғаннан кейін қарасам өте оңай. Кешегіде сол мына жүрген ұзақ сол жерде адам товар заказ ететін болды, демонстрация экран жасап, соны сол неден регистрация керуен кезетін регистрация жасаттым, товар заказ етіп, товар уже екінші рет товарын алып жатыр. Үйренуге болады. Сол үшін біз осының бәрін үйренуіміз керек. Криптовалюта ма, басқа ма, биткоин ба. Ой, мен оны білмеймін деген адам, үйренбеймін деген адам, онда сол кәдімгі ақшасы жасауға, сол айлана қара жұмыс, қара еңбек жасауға, или пенсия жасауға сондай мәжбүр болады. Оған сондай болмау үшін мен осыларды оқып үйреніп жатырмын да. Сол енді кешегіде бір неме письмо келген. Битпей соны предлагает, сол битпей арқылы сол Ливгудтың ақшасын алсаңыз болады деген. Сіздерге де келуі мүмкін. Сол Gmail пошталарың болса, ашып ішіне кіріп оқып тұрың. Сол жерде даже ана пассив туралы жазып қойыпты. Егер сіздің бір менде енді 1-2-3-7 нөміріміз бар. Сондай анау жұмыс жасамай тұрған нөмірлерге орындарға келіп тұрады письмо. Сіз пассивте отырсыз ба, это нормально. Обязательно сіздің неңіз пассивіңіз толады. Бірақ тез жұмыс жасаудың жолы бар деп постоянно сообщение келіп тұрады. Енді міне тағы қандай не болма, мынандай сұрауларды да береді. Бұл жауып қалмай ма деген сұрау береді да. Ну енді давайте бұны анализ жасап көрейік. Қандай кезде жауылады? Мен банкротстводан өткен адамын, банкрот болған кезде адам білмей де қалады. Жаңа бірінші товар кемейеді, азаяды. Ол бірдеңе байланысты дейміз, ертең көбейеді, тағы да азайып, екеуіне жаңа минусқа кіріп кеткенін білмей қаласың да. Сол жауылады қандай кезде? Егер оның товар обороты төмендеп жатса, оның доходы азайып жатса, сондай сауда, любой сауда, ол ресторан, ол салон, ол жаңағы автомобильный производство, еш жоқ, тамақ жасап шығарма, ол фермерский хозяйство, не имеет значения. Любой не бизнесте солай, ол бизнестің заңы. Сенің жаңағы көрсеткіштерің, доходың төмендеп жатса, клиенттерің азайып жатса, ол бүгін ертең банкілер даже жауылады керек болса. Сол не Ливгудты қараңда, Ливгудты жаңағы неге кіресіз, моя команда деген жерге кіріп, сосын жерде линия электропередач деген бар, линия поверлайн деп қояды. Линия электропередачты бассаңыз, сөз шығады. Сізден кейін қанша адам тіркелді Ливгудқа да вообще дүние бойынша. Сонымен онда тексеріп жүретін. Жақында қарадым, бір айдан енді бұрын бірінші кірген кезде күнде қарайтын. Фамилияларын жазып қояды. Реальный уақытта да. Например, бір күн бұрын соны скриншот жасаймын, сосын ертесіне сол уақытта скриншот жасаймын. Алып тастасаңыз, разница сол бір күнде қанша? 3200 адам ана көрдім. Бір күнде 3200 адам келіп жатыр. Әлі реклама берген жоқ. Олар международный реклама шығарған жоқ. Үшін Amazon 2 жылда миллион адам жинаған болса, клиент. Бұлар 13 айда миллион. Айдан айға, жылдан жылға. Товары, мысалға товарымды заказ еттік, товары өте керемет. Мен үшін товары өте маңызды болды да. Неге дегенде, мен теншей номер 1 мен товары бар, басқа компанияларда барса, бірақ мына ионный кальций бойынша, басқа өнімдер бойынша енді керемет результаттар бар да олар. Біз солай деп есептейтінбіз. Ең жоғары бренд 190 мемлекетте. Сол қалай сіз енді бұл сауда ғой, енді сондай жоғары неден адамға төменгі сапасы төменге түспейді, ол түскісі келмейді еш уақытта да. Сосын оны адамдарға ұсыну керек, ол қолайсыздау болады да, егер результат төмен болса. Сол үшін маған өте маңызды болған осы товары. Мен Серікке айтып, ол кезде Өзбекстанда, мен қазір осы айдың аяғында барам, маған товары өте маңызды. Егер товары, прямо айттым, товар туфта болса деді, мен сол күні отменить членство деген бар негізде. Өзіңіздің кабинетіңізде да, сол отменить членствоны бассам да, сонымен шығып кетем дедім. Ол жалқы емес, ол просто $350 ғой. Ол трансфер экран. Сондай шартпен келгем. Сол келдім, продукциясын көрдім, действительно өте керемет продукциясы бар ғой. Біз енді бұрын қарамайды екенбіз жан жаққа. Тез результат тез болып жатыр. И және қол жетімді арзан. Менің бірден бір осы неге келген себебімге өзі, ол біріншіден осы мына продукциясы, себебі мен қарайтын едім теншеде, ол детский кальций жақсы, сол нелер келеді. Балдарында бір несі бар да, енді денсаулығында проблемасы бар. ДЦП-мен келеді.
сондай ол соларға көп жақсы көмек береді жаңағыдай, бірақ қымбат, сол ала алмай тұрады жаңағында. Мына Бенгвинский соны айтқан кезде міне бұл сетевой маркетингте 3 есе, 5 есе, 10 есеге дейін товарды ана үстіне нацен қояды ғой, сондай нацен қойғаннан кейін менде моральный не болды дейді сол. Менде сондай болатын еді, ана қысылып қалатын еді, ана бір сосын өзіміз қасымыздан қосып береміз, түсіре алмаймыз біз оның бағасын. Минимальный скидкамен береміз, дағы өзімізден анау себебі оны баласына қарап отыр, еще ол жұмыс жасай алмайды, қандай пенсия алады, тек бір-ақ қана кальций, бір кальций болмайды, аз. Соған біз қосып береміз мозговой, мынау өзімізден емес, компания сондай промоушн беріп, қайсы біреуіне бересің, сондай нелер мен переживание болғанда мен бұрында. Мынаны көрген кезде мен айттым, ол мынау өте керемет. Екіншіден, бұл жерде, конечно, жаңағы маркетингіде өте керемет, ақшасы көп. Маркетингіде көп бірінші көрген кезде мынандай ой болады, $25 келеді, 12.000 теңге, бұл былай ештеңе емес дейді, бұл да емес әңгіме. Бұл жерде егер сіз активный болсаңыз, бәрі нормально ақша келіп тұрады, но көп үлкен ақшалар бұлар отложенный. Қазір жаңағы сетевойда бізде Тяньшиде қалай, мысалы $400 жазылады, ол одан бізге 37%. Нормально үлкен ақшада ол сондай келеді. Бұл жерде жоқ ондай. Бұл жерде үлкен ақшалар ол алдымызда. Үлкен ақшаларда сіз даже есеп етудің өзі қиын да бұны. Үлкен ақшалар. Представьте, ертең мына матрица толады, матрица толып, чек деген өзі мүмкін емес ақша бар да бұл жерде. Сіз қайсы уровеньде болсаңыз да, даже бронза болғанның өзі жақсы ақша алады да. Ана сетевойларда ала алмайтын, түсіне кірмеген ақшаларды алады. Ол жерде сол ақшаны алу үшін адам деген қарайған еңбек етеді, ол және тынбастан жұмыс жасап жүру керек. Мына жерде 100% адамға сондай ақша алуға мүмкіндік бар. Себебі бұл жерде сізде жаңағы матрицамыз, біздің матричный сетка 3 жолмен өзіңіздің шақырған адамыңызбен толуы мүмкін, сіздің тәлімгеріңізді шақырған адаммен и компанияны шақырған адаммен. Адам рекламадан келеді, сонымен толады. Мен сол жағына да қарадым, ол бірінші. И сосын қанша нелерді көрдім, мен ізімнен келген адамдар қанша сондай бір керемет, сондай бір жақсы адамдар келеді, бірақ жұмыс жасайды. Бұл жерде бұның бала шағасы бар ғой, басқа бар. Жетеді, бір ақшаларға жетіп тұрады, бірақ көп ала алмағаннан кейін кетіп қалады бұл жерден да. Барлығы бірақ сол үмітпен келеді, қосымша ақша тапсам екен деп. Сол үміті яғни сөніп, өшіп, вообще кетеді да. Мына жерде барлық адамға бар ғой мүмкіндік. Сол жағда болды да, бұл бизнес деген естіп тұр ғой, бар, нормально ма? Бизнес деген бұл алло. Камера естіп тұр ма? Жақсы естіп тұр. Бұл да микрофонына көне алмай тұрады сосын. Бизнесте сіз қанша көп адамға көмек берсеңіз, проблемасын шешіп берсең, әне сол кезде сіздің бизнесіңіз үлкен жүрседі. Любой бизнес ол тек сетевой емес. Сетевойда біз қанша адамның проблемасын, мысалға, любой адамда 100% адамда денсаулықтан проблема бар. 90% адамда финанстан проблема бар. Міне соған сол проблемаларын шешуге көмек береміз да сол. Сол үшін сол бұның құндылығы да, сосын тағы бір сетевой маркетингте мен 20 жыл артық өмірім кетті сол Тяньшиге бердім мысалға да. Енді ол үлкен сұрақ қой, 20 жыл деген енді білесің бе, ол жаңа туылған бала деген уже ертең бір үйлену дәрежеге жетуі мүмкін. 20 жыл жасымызда біразға келіп қалды. Но бірақ сол жерде айтқан пассивный доход деген солған жетіспеді. Өмір кетіп жатыр. Сосын басқа адам 60-ға келгеннен кейін қандай не жұмыс жасай алады адам? Үйленіп қалған не? Мына сетеу, сосын мынаны көрген кезде мен түсіндім да, бұл будущем не болады? Қазір мен келмесем, мысалға да, мен сондай затты білдім, қазір лидерлердің көбісі қарамайды болғанда, бірақ сол ізінде 99% ақша таппай жүрген адам осындайларды іздейді. Сосын ол спонсорында айтып отырмайды, ол себебі спонсоры оған ұрсады, ақырады, өшіртемін сені дейді, және терминация жасап жіберемін дейді. Олар потихоньку жазылады да қояды оған. Бұл будущее, сетевой маркетинг будущее екенін көрдім, бұл жерде жағында құндылықтарын көрдім, және біз өмір кетеді ғой адамның сетевойдан. Адам соны өміріңді бердің да бір бизнеске, я бір жұмысқа, сосын ең кейінде ештеңесі қалып қойсаң, қатты ол үлкен адамға не болады ғой, обидно да ол. Содан кейін мен мынаны көрген кезде бұл жерде біріншіден көп адамға көмек беруге болады. Именно жаңағы ол ақшада алады бұл жерде. Қазір көп сонда сетевойда болмаған адамдар келіп жатыр бұл жерге. Бірақ келмей жатқандар да бар. Себебі ол біздерге байланысты емес. Мен бір кішкене өзім немен бөлісейін тәжірибеммен.
сізге бір адам отказ етіп жатса, просто адамға біз жаңағы ақпаратты береміз, болды, все, ар жағы ол адамдікі. Себебі бұл дүниені сол бәрін басқарып неғып отқан күштер бар мысалға. Сол соған байланысты мен сондай нелерді көргенмін. Жаңағы туған жақын адамы онкологиядан 7,5 химия алып, содан почти өлейін деп жатқан адам сол тіріліп кетті да. Соны көріп, соның жақын адамы, күнде көріп жүрген адамы онкология болып, соның продукцияны пайдаланбай өліп кетті. Ол жаңағы біз обзор көрсеткен жоқпыз, біз біреудің жаңағы мына қара, мына интернетте біреу айтып жатыр дегенде не, ана мемлекетте өзінің жақын туғанын көріп соны қабылдаған жоқ қой сол затты да. Оны қалай түсіндіруге болады? Ол енді мүмкін емес, ол көзімен көріп мен сенбеймін, мен басқа деген. Бұл жерде басқа нәрсе. Бұл адам, мен ойлаймын, бұл Құдай жүрім берген жоқ, оның жолын ашқан жоқ та ол адам. Сол үшін мына жерде де сондай болады. Сол үшін біздің тек бізге байланысты емес. Мысалы мен жақсы презентацияны жақсы өтіп, мен жазамын да, керек болса презентацияны да жазғанмын осы неге. Енді ол бірден болған жоқ, ол мен 20 жыл тәжірибемде осы жерде. Соның өзінде адамдар жаңағы подписка болмай кетіп жатқандар бар да. Өте сауатты, сондайлар да болады. Демек, сондай жағын есепке алуымыз керек. И бұл бизнесте сіз ертең бір үлкен табысқа жетудің жолы еш уақытта жаңадан келген адам ойлайды, ой, мен 2-3 адам, 5-6 адам жазасам болды, бұл өте керемет, тез арада менде де сондай ой болған. Бұны әрқандай мамандық, кәсіп сияқты бұның оқулары бар. Ешбір адам келіп, мысалға не, ол жерде бар шығар, мысалы мұғалім болғандар бар, оқытушы, повар, білмеймін қандай түрлі ғой, врач, дәрігер, сондай көп қой осы чатта ғой. Бәріміздің қандай да бір мамандыққа елігеттік қой. Енді қалай сондай өмірде сондай зат көп бола ма, мысалға не? Біреу келеді, мысалға не? Мен мұғалім боламын, мен бала оқытқым келеді десе, ол қолына мә саған диплом бар, ана мектепке бар, университетке бар, адам оқыт деп айтпайды ғой ешкімге де. Сіз көшеге шығып, салон ашып, ештеңені үйренбей, мен шаштараз боламын, мен шаш адам деп айтың, адам келер ме екен сізге? Келген адамды, или мен спортсмен боламын деп бірден жаңағы неге рингқа шығып кетпейді ғой, ол таяқ жейді сразу, не? Сетевой да солай ғой, сетевойға сразу келеді да, болды, мен дейді, ештеңені үйренбей, жұмыс жасап бастайды, обязательно таяқ жейді ол, жаңағы спорттағыдай. Содан сондай болмау үшін мені айтарым, осы жаңадан келген адамдар болса, осы мына чатта, осы мына бізде осы Ликвудта да көп мына сетевойда үлкен тәжірибеге тәлімгерлеріңіз бар, осы чатта да бар, осыны басқарып отырған, осы Кәмила ханым, Рыскүл ханым, мен көбінесілерін танымаймын, бірақ мен анық білем, сондай үлкен тәжірибеге ие сіздің тәлімгерлеріңіз бар. Жақында келген болсаңыз, сіз именно сол тәлімгеріңізге қабылдасың. Соны етегінен ұстап алып, аяғынан ұстап алып, ал мен осыны жұмыс жасағым келеді. Не істеуім керек мен? Неден бастауым керек? Адамы қалай шақырамын? Адамға қалай ақпарат беремін? Тағы басқа сондай. Қалай мен мақсат қоямын? Мен арман деп айтады, мен жаза алмаймын оны, жазбағанмын өмірде. Қалай жазамын? Соны онлайнда жасауға болады. Офисқа барса да болады, онлайн жасауға да болады сонда. Сондай жұмыс жасағысы келіп, үлкен табысқа жеткісі келген адам, ол өзі ұмтыла ма? Мысалға спортпен салыстырады. Спортта бәрі чемпион болуға қалайды ғой барып. А мына жерде кім болғанды қалайсыз? Пассив болса болады, это тоже нормальный пассив болғанда. Бірақ мүмкін араңызда бар шығар. Бриллиант болуды қалайтындар. Бриллиант деген жақсы да, бұл жерде пассивді доходтың бір бар жерін айтайын. Сетевойдан айырмашылығы. Бір сұрау, мен көп адамға сұрау беремін, сондай, міне бізде апорт бар деймін, сондай апорт, или сен өзің тұрып жатқан қалаңда сондай үлкен супермаркет бар деймін. Сол саған апорт, мысалға, алматылықтар біледі ғой, сондай условия айтса, сен $100 төле айына, жылына, сосын любой менің товарымды 50% арзан ал десең, бәрі жаңағы ойлайды. Ой, керемет қой дейді. Ой, саған пайдалы. Сен неше жыл сөйле клиент боласың десем, өмір бойы клиент боламын дейді. Енді мына Ликвуд солай емес па? Сен $100 төле жылына, или $10 төле, и менің товарым бәрін 75% арзан болды. Мен товарларымды тексеріп көргенмін. Бәрін емес, енді аты бірдей ұқсас, ұқсамайды көбісі. Именно коллаген, өте жаңағы CBD дейді сосын. Коллаген Өзбекстанда да, Қазақстанда да 5 есе арзан біздердің. Олардың сатып атқан коллагенінен. Жолын қосқанда. Енді сату кезеттен көрің, CBD бар. $125,000. Дәл біздердікінде $125,000.
Сол үшін біз бизнес болғаннан кейін бизнесте анализ жасаймыз, салыстырамыз, өзімізді сендіруіміз керек бірінші очередте. Сол үшін осы неге келдіңіздер ма, сондай бриллиант болу жаңағы неңіз бар ма, демек сіз бұл жерде үлкен жаңағы еңбек талап етіледі. Аслында оңай болып көрінеді, үлкен еңбек. Бірақ бұның бұл бір пассив болатын жері, осы жерге келген адам кетпейді. Маған қазір сіздердің тәлімгерлеріңізде бұндай случай бар шығар, айтады өзі. Ой, жаңа айтамыз ғой, біз жаңа уақытында төлемесең төменге түсіп кетеді. Ана сұрауға келеді ғой, числосы. Жаңа шығып отырады телефоннан. Ай, мен төлей алмай жатырмын, ойбай түсіп кетпеймін, мен не қылып. Өздері шығады адамдар, өздері да. Ішінде бір-екі түсінбегендер болады, например, да. Көп емес олар да. Оларға да тәлімге түсіндірмеген, или түсінбеген. Көп деген орнынан айырылғысы келмейді. Сол демек бұл жерде сіз структура құрдыңыз ба, олар жағы өмір бойы клиент болады бұл жерге. Демек тауары тоқтамайды. Бұлардың 100 жылға дейін планы бар. Мысалға Amazon 30 жылдан асты ғой. Қазір жылдан жылға көбейіп жатыр. Өткен жылы ма, алдыңғы жылы 200 миллион клиенті бар еді, $15 төлейтін. Қазір 220 миллион болды. Сондай Ливгудта да сол көбейіп кете береді. Сол үшін бұл жерге келдіңіз ба, орынды жойтпай, орынды ұстап, адамдарға бұл мүмкіндікті беріп, не үшін бұл мүмкіндікті беру керек? Себебі ертең сізге сол пассив доход, мысалы сол үлкен ақша түседі. Бірінші кезекте кімге сіз не айтасыз? Алғыс айтасыз. Алғыс айтасыз ба, айтпайсыз ба? Обязательно айтасыз. Мен қазір Людмила Петровна Андросова, бәрі тәлімгерлерім, сол тәншеде болған бәріне сөйлеп, мен солардың арқасында мен қазір тірі жүрмін. Енді бірінші Алла, конечно, бірақ сол адамдар себепші болды да. Біз соны ұмытпауымыз керек. Бірінші Аллаға, екінші енді бұл алғыс айтасыз, обязательно алғыс айтамыз. Енді сіз өзіңіз алғыс естісеңіз қалай болады? Әлбетте бұл бізге де ұнайды да. Сол үшін бұл мүмкіндікті болғанша сауатты, грамотный түрде оқып, үйреніп, сол адамдарға хабарды беру керек. Бұл ақпаратты. Тағы бір қолайлы жері бар. Енді бізде бұрынғы ескі методтарды білетін қазіргі жастар өте қолайлы. Прямо интернеттен отыр. Бұл Facebook, қазір бізде сондай мысалдар бар ғой. Марат Тайкевич ютубтан дамып кетті. Назира ханым WhatsApp'тан, Тим Миллер Facebook'тан жұмыс жасады. Сол егер жастауларыңыз болса, даже үлкен жастаулар болса, соның бәрін үйреніп, сондай мүмкіндіктер бар. Бұл жерде шексіз мүмкіндік бар. Сол мүмкіндікті сол пайдаланып, бұл жерде үлкен неге жетуге болады. Сосын тағы да мынандай сұрау берді. Жауылу, жауылмайтынын айттық қой, демек қандай компания жауылып қалады? Ол тауары төмендеп жатыр. Бұл жерде клиент көбейіп жатыр жылдан жылға. Екіншіден, біреу мынандай сұрау берді. Бұл дүниежүзілік продуктыны бәріне қалай жеткізеді деген сұрау болады ғой, ондай да сұрау болады. Маған берді сондай сұрау. Сосын мен айттым, енді ол мынандай мен тең сұрау да, мысалға бидайды, нанды барлық адамға жете бере ма деген сияқты ғой, мысалға помидор, картошка, күріш жете бере ма деген сияқты. Бұл өсімдік қой, өсімдік. Бұның ексе өсіп отыр ғой, ол таусылмайды ғой. Шай, кофе, білмеймін, барлық жерге барсаң толып тығылып жатыр ғой. Киім не керек па, басқа зат керек па? Бұл сол сияқты нәрсе ғой, оны істеп шығара береді. Ол көп табиғатта өсіп шығатын нәрсе. Сол үшін нефть, мұнай неге таусылмайды, бензин, бәрі таусылмайды, бар жетеді жер. Сол үшін бұл сондай сұрауда сөйлеп айтып ем, сразу күлді, болды деді, все деді. Өсімдік қой бұл не? Так что өсіреді, алады, шығарады, упаковка салады, болды, сата береді. Таусылмайды еш уақытта ол өнімі. Демек ай сайын жаңа өнімдер қосылып келе жатыр. Сондай тағы қандай сұраулар беруі мүмкін? Регистрация бойынша айттық, налог. Налог енді ол әркімнің өзі крипто бойынша осын декларация жүзінде төленеді Қазақстанда 10%. 31 мартта, оны уақыт келген кезде, қазір үйреніп қойың болмаса, налогын төлеуді, налог әркім өзі төлеу керек. Компания, клуб, ол енді органдардан тізімнен өтіп, ол налогын төлеп отыр. Налог төлеп отырмағанда бұларды сразу блокқа қойып тастайды. Безіне, әңгімесіз. Міне қысқаша басқа сұраулар болатын болса, жаңағы маркетингі бойынша болуы мүмкін. Маркетингті үйрену керек. Маркетингті өте керемет, маркетингте ақша көп енді. Неде көрдіңіз ғой, қазір екінші орында тұрыпты. 2024 дегенде, мен ойлаймын, будущем бірінші орынға шығады.
marketing boyunca da. Сол үшін бұл жерге бәріміз сондай бір үмітпен келеміз. Минимум жоқ дегенде бір орны бар адам міндетті түрде бұл жерде сіз пассивті аласыз. $2047. Как ол пенсия есебінде болады. Ну, жаман емес, енді адам қатты үлкен байып кетпейді, но бірақ адам тарықпай жақсы жасауға болады, пенсионерге өте тура келеді. Егер бұл жерде жаңағы беретін барлық мүмкіндік, шексіз мүмкіндіктердің бәрінен жаңағы қол пайдаланып, сол үлкен шексіз нелерді алғыңыз келсе, үлкен ақшаларды алғыңыз келсе, онда бұл жерде қарайған еңбек ету керек. Сол еңбек түбінде обязательно жемісін береді деген сияқты, сол обязательно жеміс болады. Бүгін келмеген адам ертең 3 айдан кейін бізге солайда келіп жатқандар бар әлі. Бұл жаңағы қазір апрельде ана бір шаруалар бітсін, мынау шаруалар ораза бітсін деп қойғандар да бар. Обязательно жақындарымыз бірақ осындай жағдай болып жатыр, өздері звондайды, ана неге мен бара алмай жатырмын, обязательно орын аламын. Сондай да, бұл сондай еңбегіңіздің жеміссіз қалмайды. Сол үшін мен барлықтарыңызға осы жерге келдіңіздер, бірінші жаңағы осы нелерді біліп, өзіңіз сенім арттырып, 100% сенімсізден шығып тұрса, энергияда сіз сен уверенне айтып olsanız ол адам келуі көп болады жаңағы. Вероятность дейді, ол адамның келуі сіздің сеніміңізге де байланысты болады. Сол үшін бірінші кезекте сіз мына үйреніп, қазір мен чатқа қоямын осылардың бәрін. Соларды изучать етіп алып, сіз любой адам келген кезде сіз любой сұрауына жауап бере алатын болуыңыз керек. Менде болды, мен осы сұрауларды берген кезде мен соларға жауап бере алмай қалдым біреулеріне. Регистрация жайлы сұрады, сосын мен үйрендім осыны. Сосын мен осыны үйреніп қойғаным жақсы. Соны не болып осы жерге қандай үмітпен, қандай мақсатпен келген болсаңыз, қандай ниетпен, соның бәрін орындалуын тілеп қаламын. Барлықтарыңызға үлкен табыстар, табыстың шыңына жете берің. Осы Лигвудтан осы бүкіл қазақ, бүкіл дүниенің адамдары жақсы өмір сүру дейді ғой, сондай жақсы өмір сүруге бәрімізге Алла несіп етсін. Міне ол жақсы өмір басталды деп қоя берің. Осы жерге келдіңіз бе, болды, сіздің өміріңіз ендігіден былай жақсы жаққа өзгере береді. Бұны тездету, тез болдырудың жолы тек өзімізге байланысты да, қандай тез әрекет жасасақ. Әрекет жасамасақ да, олар солай жасаған, бұл жерде 100% адам пассив алады. Барлықтарыңа сондай қандай арман, ой, мақсат болса, соның бәріне жетісуіңізге тілектестік білдіремін. Үлкен табыстың үлкен шыңында жетіскенше сау болыңыздар. Кәмилә ханым, сонымен записьті тоқтата берейік, енді сұрау